Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, мұғалімдер. Сіздермен бүгін математика сабағымен Павлодар қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің математика пәні мұғалімі Дина Құдасқызы өткіземін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жазықтықтағы декарттық координаталар жүйесі. Сабағымыздың мақсаты тікбұрышты координаталар жүйесін салуды үйрену, координаталар жүйесінде оның координаталар бойынша нүктені салуды және берілген координаталық жазықтықта нүктенің координаталарын табуды меңгеру. Тілдік мақсатымыз жазықтықтағы декарттық координаталар жүйесі, оның элементтерінің анықтамасын білу және координаталар жүйесінде оның координаталар бойынша нүктені қалай салатын және берілген координаталар жазықтықта нүктенің координаталарын табуды түсіндіре алу. Сабағымызды бастамас бұрын сіздерге математика сабағына бағыттау үшін мынандай бірінші ұсынамын. Соедините 9 точек 4 прямыми линиями, не отрывая руки и не обводя линий. Яғни 9 нүкте берілген. Осы 9 нүктені 4 түзу арқылы қосуымыз керек. Және де қолымызды көтерместен қосуымыз керек. Бұл есептің шығаруының әртүрлі нұсқасы болуы мүмкін. Мен сіздерге бір нұсқасын көрсетемін. Сонымен көріп тұрғанымыздай бір нұсқасы көрсетілген. Бұл ойлануға 1 минут уақыт беріледі. Есімізге түсірейік. Кез келген нүктенің орнын анықтау үшін бізге координаталық түзу қажет. Түзу сызып, оның бойынан О нүктесін белгілеп, осы нүктені санақ басы ретінде қабылдаймыз. Және бірлік кесінді таңдап аламыз. Осы түзу солдан оңға қарай бағытталады. Сіздер білетіндей, ондай түзуді біз координаталық түзу деп атаймыз. Мысалы, А, Б, С нүктелерінің координаталарын анықтайық. А нүктесінің координатасы -4, Б нүктесінің координатасы -2,5 және С нүктесінің координатасы 2. Біз координаталық түзуде орналасқан нүктелердің координатасын анықтай аламыз. Егер бізде нүкте координаталық түзуде орналаспаса, оны қалай анықтаймыз? Мысалы, К нүктесі. К нүктесінің координатасын анықтау үшін 2 бірлік кесінді оңға және 3 бірлік кесінді жоғары көтерілу керекпіз. Яғни бізде К нүктесі координаталық түзуде емес, жазықтықта орналасқан. Ендеше тағы да бір ось керек бізге. Ол үшін санақ басы арқылы берілген координаталық түзуге перпендикуляр түзу жүргіземіз. Оны Y арқылы белгілейік. Санақ басы О нүктесінде қиылысатын өзара перпендикуляр 2 координаталық түзу тікбұрышты координаталар жүйесін құрайды. Сонымен координаталық жүйесі санақ басы ортақ өзара перпендикуляр 2 түзу. Сондықтан оны тікбұрышты координаталар жүйесі деп те атайды. Рене Декарт 1637 жылы координаталар әдісіне түсінік берді. Сондықтан тікбұрышты координаталар жүйесін декарттық координаталар жүйесі деп те атайды. Координаталық түзулер бізде координаталық осьтер деп аталады. Горизонталь сызылған сызық OX осі абсцисса осі деп аталады, және ол солдан оңға қарай бағытталады. Ал вертикаль сызылған сызық бізде ординаталар осі деп аталады. Яғни OY осі ол төменнен жоғары қарай бағытталады. Абсциссалар осі мен ординаталар осінің қиылысу нүктесі координаталар басы деп аталады. Ал берілген нүктенің абсциссасы мен ординатасы нүктенің координаталар деп аталады. Координаталар осьтері жазықтықты 4 бөлікке бөледі. Оларды ширектер деп аталады. Ширектердің рет саны сағат тілінің қозғалыс бағытына қарсы бағытта анықталады. Яғни көріп тұрғанымыздай 1-ші, 2-ші, 3-ші және 4-ші ширек. Енді осы танысқан жаңа ұғымдарды 3 тілдегі нұсқасымен танысайық. Координата, орыс тілінде координата, ағылшын тілінде координат. Екінші, абсциссалар осі, ось абсцисс, X axis. Ординаталар осі, ось ординат, Y axis.
нүкте, точка, point. Ширек, четверть, квадрат. Координаталық жазықтық, координатная плоскость, координат plane. Координаталық осьтер, координатные оси, координат axis. Координаталар басы, начало координат, origin. Тікбұрышты координаталар жүйесі, прямоугольная система координат, Cartesian координат систем. Және де нүктенің координатасы, координат точки, coordinates over point. Ал енді координаталық жазықтықта нүктенің координаталарын табайық. Мысалы, А нүктесі берілсін, осы А нүктесінің координаталарын табу үшін не істеу қажет? Бірінші, А нүктесінен абсциссалар осіне перпендикуляр түсіріп, оның OX осімен қиылысу нүктесінің координатасын табу қажет. Ол А нүктесінің абсциссасы болады. А нүктесінен ординаталар осіне перпендикуляр түсіріп, оның OY осімен қиылысу нүктесінің координатасын табамыз. Ол А нүктесінің ординатасы болады. Осы нүктелердің координаталарын жазғанда абсциссасы бірінші орынға және ординатасы екінші орынға нүктелі үтір арқылы жазылады. Мысалы, координаталық жазықтықта берілген А нүктесінің координатасын табайық. Алдымен А нүктесінен абсциссалар осіне перпендикуляр түсіреміз. Ол бізде X-тен 4 нүктесіне қияды. Сонымен қатар А нүктесінен ординаталар осіне перпендикуляр түсіреміз. Ол түзу Y-тен 2 нүктесінде қияды. Сонымен А нүктесінің координатасы 4 және 2. Абсциссасы 4-ке тең, ал ординатасы 2-ге тең. Сол сияқты Б нүктесінің координатасын анықтайық. Б нүктесінің координатасын анықтау үшін Б нүктесінен OX осіне перпендикуляр түсіреміз. Ол бізде перпендикуляр X-тен -2 нүктесінде түзуінде қияды. Абсциссасы -2-ге тең. Сонымен қатар В нүктесінен ординаталар осіне перпендикуляр түзу жүргіземіз. Ол ординаталар осын -1 нүктесінде қияды. Және де Б нүктесінің координатасы -2, -1. Нүктелердің координаталарын табыңыз. Яғни координаталық жазықта бізде А, Б, С, Д, Е, F нүктелері берілген. Алдымен А нүктесінің координатасын табайық. Ол үшін А нүктесінен алдымен OX осіне перпендикуляр түсіреміз. Абсциссалар осын 2 нүктесінде 2-ге қияды. Абсциссасы 2-ге тең және А нүктесінен Y осіне перпендикуляр түсіреміз. Ол да бізде 2 нүктесінде қияды. Ендеше А нүктесінің координаталар 2 және 2. А нүктесі бірінші ширекте орналасқан, яғни бірінші ширекте орналасқан нүктелердің координаталары оң сандар болады. Келесі Б нүктесінің координатасын анықтайық. Б нүктесі екінші координаталық ширекте орналасқан. Б нүктесінің координатасын табу үшін Б нүктесінен алдымен абсцисса осіне перпендикуляр түсіреміз. Ол бізде X-тен -4 түзуі болады. Және Б нүктесінен ординаталар осіне перпендикуляр түсіреміз. Ординаталар осын 3-те 0 нүктесінде қияды. 3 нүктесінде қияды. Ендеше Б нүктесінің координатасы -4 және 3. Сонымен екінші ширекте орналасқан нүктенің координаталары абсциссасы теріс сан, ординатасы оң сан болып табылады. Келесі Д нүктесінің координатасын табайық. Д нүктесінің координатасы табу үшін Д нүктесінен абсциссалар және ординаталар осіне перпендикуляр түзу жүргіземіз.
D нүктесінен абсциссалар осіне перпендикуляр түзу жүргізгенде ол x-тен минус 3 түзу болады, және ординаталар осіне перпендикуляр жүргіземіз, ол y-тен минус 2 түзу болады. Ендеше D нүктесінің координатасы минус 3 және минус 2. Яғни D нүктесі бізде үшінші ширекте орналасқан, ал үшінші ширекте орналасқан нүктенің абсциссасы да, ординатасы да теріс сандар болып табылады. Және төртінші ширекте орналасқан F нүктесінің координатасын анықтайық. Ол үшін біз сәйкесінше OX, OY осьтеріне перпендикуляр түзулер жүргіземіз. Перпендикуляр түзулер сонда бізде x-тен 4 және y-тен минус 1 болады. Яғни F нүктесінің координатасы 4 және минус 1. Сонымен, төртінші ширекте орналасқан нүктенің абсциссасы оң сан, ал ординатасы теріс сан болып табылады. Екі нүкте D, C және E нүктелері бізде координаталық осьтерде орналасқан. Абсциссалар осінде C нүктесі орналасқан. C нүктесінің координатасы минус 5 және 0. Ал E нүктесінің координатасы 0 және минус 2. Яғни, абсциссалар осінде орналасқан нүктенің ординатасы 0-ге тең болады, және керісінше ординаталар осінде орналасқан нүктенің абсциссасы 0-ге тең болады. Енді алған білімімізді тексеру үшін www.xp Math.com сайтындағы геометрия бөлімінен Metroid Coordinates ойынын таңдайық. Осы ойынның шартымен таныстыратын бейнематериалға назар аударайық. Ойынның мақсаты берілген уақыт аралығында көрсетілген нүктелердің орнын анықтау. Ойынды бастау үшін старт батырмасын басамыз. Бірінші нүктеміздің координатасы абсцисса осі бойынша 5, ордината осі бойынша 5. Жазайық. Тексерейік енді. Дұрыс. Келесі нүктеміздің координатасы минус 4 және минус 7. Тексерейік. Келесі нүктеміздің координатасы x осінде минус 7 және y осінде минус 2. Келесі нүктеміз минус 4 және минус 3. Міне осылай ойын аяқталды. Яғни берілген 60 секунд аралығында 3 нүктенің координатасы дұрыс анықталды. Координаталық жазықтықта координаталар бойынша нүктені қалай саламыз? Координаталар бойынша, мысалы, К нүктесі берілген, координатасы 4-3. Осы нүктені салуымыз қажет. Ол үшін бірінші x-тен 4, y-тен 0 нүктесі арқылы өтетін абсциссалар осіне перпендикуляр түзу жүргіземіз. Екінші, x-тен 0, y-тен нүктесі арқылы өтетін ординаталар осіне перпендикуляр түзу жүргіземіз. Осы түзулердің қиылысу нүктесі К нүктесінің координатасы болады. Яғни, К нүктесінің координатасы бойынша салу үшін К-ның координатасы 4-3. X-тен 4, Y-тен 3 түзулерін жүргіземіз. Осы нүктелердің қиылысуы К нүктесінің жазықтықтағы орны болып табылады. Келесі L нүктесінің координатасын табайық. Ол үшін x-тен 0, y-тен минус 5 нүктесі арқылы абсциссалар осіне перпендикуляр түзу жүргіземіз.
және де y-тен 2, x-тен 0 нүктесі арқылы ординаталар осыны перпендикуляр жүргіземіз. Осы екі түзудің қиылысуы L нүктесінің жазықтағы орны болып табылады. Сонымен қатар N нүктесінің координатасын берілген 0 және -2. Осы нүктені салайық. Яғни жаңа айтылғандай, абсциссалар осінде жататын нүктенің ординатасы 0-ге тең болады. Керісінше, ординаталар осінде орналасқан нүктенің абсциссасы 0-ге тең болады. Ендеше бізде берілген N нүктесінің абсциссасы 0-ге тең, ол нүкте бізде ордината осінде орналасады. Сонымен N нүктесінің жазықтықтағы орны ол OY осінде орналасады. Енді осы меңгерген білімімізді тексеру үшін www.xpmath.com сайтынан геометрия бөлімінен ойын таңдаймыз. Осы бейнематериалға назар аударайық. Ойынның ережесі берілген уақыт аралығында көрсетілген координаталар бойынша нүктенің орнын анықтау. Ойынды бастау үшін старт батырмасын басамыз. Бірінші нүктеміздің координатасы -1 де 1. Яғни, абсцисса осі бойынша солға 1 бірлік кесінді және ордината осі бойынша 1 бірлік кесінді жоғары. Міне бірінші нүктеміз дұрыс анықталды. Келесі 2 де -1, яғни x осі бойынша 2 бірлік кесінді оңға және y осі бойынша 1 бірлік кесінді төмен. Келесі нүктеміз -5 және 1. X осі бойынша 5 бірлік кесінді солға және y осі бойынша 1 бірлік кесінді жоғары. Келесі нүктеміз -2 және -5. X осі бойынша 2 бірлік кесінді солға және y осі бойынша 5 бірлік кесінді төмен. Міне анықтадық. Осылай ойынымыз аяқталды. Сонда 60 секунд ішінде 4 нүктенің орны анықталған. Екі сан арқылы орын анықтауға байланысты өмірден мысал келтіріңіздер. Қандай мысалдар келтіруге болады екі сан арқылы орынын анықтауға? Ендеше оқушылардың келтірген мысалына назар аударайық. Шешімі бойынша біз екі сан арқылы орын анықтауға мынадай мысалдар келтірдік. Бірінші ол кинотеатрдағы ойынымыз. Яғни бізге кинотеатрға кіру үшін билет бергенде бізге екі номер беріледі. Яғни бірінші ол қатардың номері, екінші ол біздің сол қатардағы ойынымыз. Мысалы 7 және 8, 7-ші қатардағы 8-ші ойынымыз. Екінші ол картадағы елді мекен. Мысалы біз Астананың координатасын алатын болсақ, Астана қаласы 51 градус солтүстік ендік пен 71 градус шығыс бойлықта орналасқан. Үшінші ол шахмат ойыны. Егер де алатын болсақ, мысалы горизонталь ол A6 ол 5-ші орны шахматтың және 4-ші ол поезд билеті. Поезд билетінде екі сан көрсетіледі. Бірінші ол вагон нөмірі, ал екінші ол орын нөмірі. Мысалы 23-ші вагондағы 5-ші орын. Және соңғы ол үйді анықтау, яғни үйдің номері. Бірінші ол подъезд номері, мысалы 2, және сол подъездегі пәтердің номері, мысалы 52. Енді осы келтірілген мысалдарды нақтылайық. Шынымен де кинотеатрда өз орнымызды анықтау үшін екі координата қажет. Ол бізге қатар және орын. Соны дұрыс анықтап алуымыз қажет. Мысалы, шахмат ойынына назар аударайық. Шахмат ойынында горизонталь бізде сандар, әріптер орналасады, ал вертикаль сандар орналасады. Мысалы, ферзінің орналасқан координатасын анықтайық. Сәйкес сан мен әріпті қиылыстырамыз. Сонда ферзінің орналасқан координатасы Е1.
Мысалы, персі төрт бірлікке жоғары көтерілді. Ендеше оның координатасы Е4 болады. Сол сияқты шахмат тақтасында орналасқан аттың координатасын анықтайық. Көріп тұрғанымыздай, ат орналасқан шаршыдан төмен перпендикуляр түсірсек, ол D санына сәйкес келеді. D әрпіне сәйкес келеді. Және де аттың орналасқан яшығынан перпендикуляр сандарға перпендикуляр жүргізетін болсақ, онда 6 санына сәйкес келеді. Ендеше аттың орналасқан координатасы D16 болады. Әрбір елді мекеннің жер бетіндегі орны 2 санмен анықталады. Ендігі және бойлығы. Енді келесі бұлым сұрақтарына жауап берейік. Сұрақтар ағылшын тілінде шығады, ал сіздер аудармасын қазақ тілінде бергеннен кейін сұраққа назар аударамыз. Сонымен бірінші сұрақ how many, яғни аудармасы неше. Сонымен сұрақ. Нүктенің жазықтағы орны неше санмен анықталады? Жауабы. Шынымен де нүктенің жазықтағы орны 2 санмен анықталады. Келесі where, яғни аудармасы қайда. Нүктенің координаталарын қайда қолданылады? Нүктенің координатасы жаңа айтып өткенімізде біз кинотеатрдағы орнымызды анықтаған кезде немесе шахмат тақтасында немесе географиялық координаталарды анықтау барысында қолданамыз. Келесі сұрақ what, не. Аудармасы не. Координаталар басы дегеніміз не? Сонымен координаталар басы дегеніміз абсциссалар және ординаталар осінің қиылысу нүктесі. Келесі сұрақ which, қандай. Координаталық жатыстағы Т, H, Е, К және О нүктелердің координаталары қандай? Ол үшін H нүктесінің координатасын анықтау үшін H нүктесінен абсциссалар сәйкесінше ординаталар осьтеріне перпендикуляр түзу жүргіземіз. OX осьмен қиылысады -1, ал OY осьмен 4-те. Ендеше H нүктесінің координаталары -1 және 4. Т нүктесінің координатасы 2, -2 және 5. К нүктесінің координатасы -3, -4 және Е нүктесінің координатасы 6, -2. Сонымен қатар О нүктесі, О бізде координаталар басы, оның координатасы 0 және 0. Келесі сұрақ how, яғни қалай деп аударылады. Координаталар бойынша нүктенің жазықтағы орны қалай анықталады? Координаталар бойынша нүктенің жазықтағы орнын анықтау үшін берілген X абсциссасы арқылы абсциссалар осіне перпендикуляр түзу жүргіземіз. Және ординатасы арқылы ординаталар осіне перпендикуляр түзу жүргіземіз. Осы түзулердің қиылысуы К нүктесінің жазықтағы орны болып табылады. Бұл сұрақтары бойынша бағалау жүргізейік. Осы сұрақтар бойынша толық мәлімет алдыңыздар ма? Соны бағалайық. Бағалау үшін бас бармақтың әртүрлі позициясын көрсетеміз.
Егер бәрі түсінікті болса, сұрақтарыңыз болмаса, жасыл түстегі, егер сұрақтарыңыз болса, қызыл түстегі, және де егер де түсініксіз болса, сары түстегі баспырмақ позицияларын көрсетейік. Енді бүгін алған білімімізді пайдаланып тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма. Кестені толтырыңыз. Мұнда координаталық жазықтық, нүктенің координаталар және фигураның атын толтыруымыз қажет. Бірінші нүктенің координаталар 3, 2, -4, 2, -3, -2, 4, -2. Осы нүктелерді координаталық жазықта бейнелеп, кестеде берілген фигураларға сәйкес атын жазуымыз қажет. Қандай фигура сізде шықты? Сол сияқты екінші, үшінші, төртінші фигураны дұрыс анықтауымыз қажет. Бұл тапсырманы орындау арқылы біз тікбұрышты координаталар жүйесінде ретке келтірілген сандар жұбы нүктені беретін, және керісінше координаталар жүйесінде нүкте ретке келтірген x, y сандар жұбын кескінін беретін білуіміз қажет. Бұл тапсырманы орындау қолдану дағдысы болып табылады, және жетістік критериялары мынадай: нүктенің координаталарын көрсете отырып, нүктені анықтау. Екінші, фигуралардың төбелердің координаталарын анықтап, көрсетілген нүктелер бойынша фигура салу, және осы фигура қалай аталатындығын анықтау. Сонымен жауаптарымызды тексерейік. Бірінші фигура бізде шаршы, екінші фигура тік төртбұрыш, үшінші фигура бізде параллелограмм, және соңғы фигура трапеция болып шығады. Келесі екінші тапсырма. Сурет берілген. Жаңа танысқанымыздай, бұл суретте трапеция, ABCD трапециясы берілген. Трапеция ол төртбұрыштың түрі. Осы төртбұрыштың төбелердің координаталарын анықтауымыз қажет. Сонымен қатар екінші Б пункті. Төртбұрыштың қабырғалар координаталары мен осьтермен қиылыс нүктесінің координаталарын, төртбұрыштың төбелерінің төрт бірлік кесінді жоғары орналасқан нүктелерді, және төртбұрыштың төбелерінен үш бірлік кесінді солға орналасқан нүктелердің координаталарын анықтауымыз қажет. Сонымен бұл төртбұрыш координаталық жазықтықта бейнеленген, оның төбелерінің координаталарын таба аламыз. Сәйкесінше А нүктесінің координатасы -3 және -4. Б нүктесінің координатасы -1 және 4. С нүктесінің координатасы 3 және 4. Және Д нүктесінің координатасы 4, -4. Келесі Б пунктінің тапсырмасын орындайық. Мұнда абсциссалар осімен қиылысы нүктелердің координаталарын анықтауымыз қажет, және ординаталар осімен. Сәйкесінше абсциссалар осімен қиылысы нүктелерін К, Л арқылы белгілейік. Сонымен К-ның координатасы -2 және 0, ал Л нүктесінің координатасы 3 және 0. Енді ординаталар осімен қиылысы нүктелерін белгілейік. Ординаталар осімен қиылысы нүктелерін N және М әріптері арқылы бейнелейік. М нүктесінің координатасы 0 және 4, ал N нүктесінің координатасы 0 және -4. С пунктінің тапсырмасы төртбұрыштың төбелерінен бірлік кесінді жоғары орналасқан нүктелердің координаталары. Төрт бірлік жоғары көтерілген нүктелерді сәйкесінше А1, Б1 және С1, Д1 деп белгілейік. А1 нүктесінің координатасы -3 және 0, Б1 нүктесінің координатасы -1 және 8, С1 нүктесінің координатасы 3, 8, және Д1 нүктесінің координатасы 4, 0. Яғни осынан қандай қорытынды шығаруға болады? Біз төрт бірлік кесінді жоғары OY осі бойынша көтергендіктен Y-дің координаталарына берілген координаталарға 4-ті қосамыз.
сол кезде 4 бірлік кесіндіге жоғары көтерілген координаталар шығады. Ал абсциссасы өзгеріссіз қалады. Келесі D пункті 4 бұрыштың төбелерінен 3 бірлік кесіндісі солға орналасқан нүктелердің координаталары. Сәйкесінше 3 бірлік солға орналасқан нүктелерді А2, Б2, С2 және Д2 арқылы белгілейік. Мұнда ординатасы өзгеріссіз қалады, ал абсциссасы минус 3-ке 3 бірлік кесінді солға жылжиды. Сонымен А2 нүктесінің координатасы минус 6, минус 4. Б2 нүктесінің координатасы минус 4 және 4. С2 нүктесінің координатасы 0 және 4. Д нүктесінің координатасы 1 және минус 4. Осынан қандай қорытынды шығаруға болады? X осі бойынша 3 бірлік кесіндіге жылжығанда, солға жылжып тұрғандықтан, берілген абсциссаларынан 3-ті азайтамыз. Сонда 3 бірлік кесінді солға орналасқан абсциссалар шығады. Ал ординаталар жазамыз. Келесі 3-ші тапсырма. Енді практикалық жұмыс орындайық. Практикалық жұмыста координаталар берілген. Осы берілген координаталар арқылы GeoGebra бағдарламасын пайдаланып, берілген нүктелер бойынша қандай аң жасырылғанын немесе қандай сурет жасырылғанын табуымыз қажет. Оқушының орындалған практикалық жұмысына назар аударайық. Не жасырылғанын табу үшін координаталары берілген нүктелерді белгілеп, оларды бір-бірімен қосамыз. Ең алдымен көзін белгілейміз. 5-те 0. Келесі минус 4-те 2. Минус 3-те 4. 2-де 4. 3-те 3. 5-те 2. 7-де 0. 5-те минус 2. 3-те минус 2. 2-де минус 4. 0-де минус 4. Минус 1-де минус 2. Минус 5-те 0. Минус 7-де минус 2. Минус 8-де минус 1. Минус 7-де 1. Минус 8-де 3. Минус 7-де 4. Минус 5-де 2. Минус 2-де 2. Нольде 3. 3-те 3. Біздің суретіміз балық болып шықты. Келесі 3-ші тапсырма. ABC шаршының қабырғаларының ұзындығы 6 см және А нүктесінің координатасы минус 2, 3. Шаршының AB қабырғасы ординаталар осіне параллель және координаталар басы шаршының ішінде орналасқан. Шаршының қалған төбелердің координаталарын табыңыз. Бірлік кесінді 1 см-ге тең.
Сонымен алдымен координаталық жазықтықта А нүктесі -2 және 3 болатын нүктені белгілейік. АБ қабырғасы ординаталар осіне параллель. Сондықтан -2 және 3 нүктесі арқылы ординаталар осіне параллель түзу жүргіземіз. АБ қабырғасының ұзындығы 6 см-ге тең және координаталар басы осы шаршының ішінде орналасқан. Ендеше 4-6 бірлік төмен жылжимыз. Сонда X нүктесі X, яғни абсцисасы өзгеріссіз қалады, ал ординатасының 3-тен 6-ны азайтамыз, -3. Яғни B нүктесінің координатасы -2 және -3. Сол сияқты С нүктесінің координатасын табу үшін 10-ға 6 бірлік жылжытамыз. С нүктесінің координатасы 4 және -3. Ал D нүктесінің координатасын табу үшін С нүктесінен 6 бірлік кесінді жоғары көтерілеміз. Сонымен D нүктесінің координатасы 4 және 3. Осы нүктелерді қосқанда бізде A, B, C, D шаршылары шығады. 4-ші тапсырма. Кеме суға батып барады. Оны құтқару үшін қатені табыңыз. Бізде кеменің координаталары берілген. А1 1, 2, А2 9 және 2, А3 8 және 1, А4 3 және 1, Б1 4 және 2, Б2 4 және 8, Б3 8 және 3, Б4 7 және 2. Сонымен суретке қарап, қандай қате жіберілгенін табыңыздар. Сонымен суреттен көріп тұрғанымыздай А3 нүктесін қате салған, яғни А3-ның координатасы 9 және сурет бойынша 9 және 1. Ал тапсырма бойынша А3-ның координатасы 8 және 1 болу керек. Сондықтан А2 және А3 нүктелері қате қосылғандықтан суға кеме батып бара жатыр. Келесі тапсырма. 5-ші тапсырма. Қазынаны тап. Капитан Флинт өзінің қазынасын аралда жасырып қойды. Қартайған шағында ол мұрагерлеріне қазынаны қалдырмақшы болады. Сондықтан ол хат жазып, аралға баратын жолды және қазына жасырылған жерді картада көрсетті. Картада координаталар -3 және 1, 5 және 0, 3 және 4, -4 және 3 болатын емен ағаштары орналасқан. Қазына 1-ші мен 3-ші және 2-ші мен 4-ші емен ағаштарының қиылысу нүктесінде жасырылған. Мұрагерлері қазынаны қалай тапты? 1-ші емен ағашын орналасқан орнын А нүктесімен белгілейік. 2-ші Б, сәйкесінше С, Д нүктелерімен белгілейік. Осы нүктелердің координаталарын табу үшін 2-шіні 3-шімен, 1-ші мен 3-ші, 2-ші мен 4-ші емен ағаштарын қосамыз. Сонда қазына жасырылған координата бізде -1 және 2. Осы арқылы мұрагерлері қазынаны тапты. Келесі 6-шы тапсырма. Шегіртке координаталық жазықтықта А координатасы 1 және -1 болатын нүктеден солға қарай 3 бірлікке секірді. Оның әрбір келесі секіргені алдыңғысынан 1 бірлікке ұзын болды. Шегіртке батысқа қарай секіргеннен кейін солтүстікке, сонан соң оңтүстікке қарай секірді. Шегіртке осылайша 4 рет секіргенде координаталар қай нүктеде болды? А нүктесінен 3 бірлік кесінді батысқа, солға қарай жылжытамыз. Сонда Б нүктесі координатасы -2 және -1. Келесі әрбір секіргені алдыңғысынан 1 бірлік кесінді ұзынды. Яғни бірінші рет ол 3 бірлік кесіндіге жылжыды.
келесі секіргенде солтүстікке бір бірлік кесінді артық, яғни 4 бірлік кесінді. С нүктесінің координатасы сонымен Б нүктесінен 4 бірлік кесінді жоғары орналасқан. С нүктесінің координатасы -2 және 3. Келесі С нүктесінен бұл шығысқа қарай алдыңғысынан бір бірлік кесінді ұзын секіргені. Яғни 5 бірлік кесінді жылжытамыз шығысқа қарай. Сонда Д нүктесі координатасы 3 және 3. Келесі оңтүстікке жылжуы, яғни төмен қарай координаталық жасаста алдыңғысынан бір бірлік кесіндіге ұзын, яғни 6 бірлік кесінді. Сонымен ең соңғы Д нүктесінен Е нүктесіне секірді және ең соңғы координатасы 3 және -3. Жауабы 3 және -3. Келесі тапсырманы орындау үшін төменгі сілтемеге өтіңіз. Қалай ойналатын бейнематериалға назар аударайық. Біз бұл ойынды ойнау үшін берілген нүктелерден өтіп финишқа жетуіміз керек. Ойын аяқталды, біз жеңдік. Сабағымызды қорытындылау үшін бағдаршам рефлексиясын орындаймыз, яғни тақырыпты әлі қарастыруын қажет десеңіздер қызыл бағдаршамды, тақырыпты жақсы түсіндім, бірақ есеп шығаруда қателестім деп ойласаңыздар сары, және тақырыпты жақсы түсініп меңгердім, мұнда жасыл түсті көрсетіңіздер. Үйге тапсырма. Берілген координаталар бойынша дәптерлеріңізге салып, тізбектей қосып, қандай не жасырылған, немесе қандай сурет жасырылғанын анықтаңыздар. Сонымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.